Қорқыт жастары Қызылорда. Ұлттық арнада Қорқыт жастары әдебиет маусымына саяхатымызды бастаймыз. Кеттік! Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті. Әлемде талай қызықтар бар. Солардың бірі мафиозниктардың дискотекасы. Достар, барлығымыз білетін ертегідегі бауырсақ шенеунік болса қалай болар екен? Бауырсақ, мен сен жейм. Жейсің. Үкіметтен ақша бөлен жейсің. Атаңызға айналған 18 ғасыр жайдарман. Гаптасыр. Жайай. Не бол? Жылш кет. Хат келді. А? Хат келді. WhatsApp-тан ба? Ой, ханем. Енді? Есен ханнан хат келді. Не хат? Жайдарманға шақырту. Жайдарманға? Иә. Барамыз. Мықтылардан кім бар? Жоңғар аудар. Ол кім тағы? Ана түрлі түс сауыт кетінерше. Ішінде ақ боз аты бар. Олар мықты. Вот олар грамотно ойнайды. Вот когда ойнайды, бір ай ойнайды. Когда ойнамайды, вообще ойнамайды олар. Тағы кім бар? Демеушіміз Шыңғысхан. Ол кім? Бір қырғыз Шыңғысханның 3 қызын алып шығып ойнайды. Олар да мықты. Қорқсаң Шыңғысханнан қорқ деген атам қазақ. Тағы кім бар? Әл-Фарабидің ұлдары. Кім? Әл-Фарабидің ұлдары. Әл-Фарабидің өзі ойнамай ма? Әз айтып жүрген сол. Ой, ханем, қойың шазілей бермей. Не бол? Жайдарман емес па? Мақұл, менің киімдерін дайындаңдар. Ана сіздің күмістен жасалған сауытыңызбен алтыннан жасалған дулғаңызды ма? Жоғай қорт құрамасынан қалған қара костюмімді. Достар, негізі әр адамның өмірінде маңызды бір күн болады. Біз үшін осы күн маңызды. Себебі бүгін маусым ашар 2014. Бұл бастамасы. Кездесеміз Астана.